Арыс қалалық әкімдігінің мәжіліс залында Арыс аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы азаматтық қорғау майоры Әуесхан Бейсеновтың төрағалығымен жедел кеңес жиыны өтті. Күн тәртібінде негізгі 5 мәселе қаралып, жауаптылардың баяндамасы тыңдалды. Отырысқа Арыс ауданының бас имамы Қажымұхан Қазыбаев, Арыс ауданы полиция бөлімінің әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықтан қорғау тобының инспекторы Айжан Мырзахметова, Арыс аудандық орталық ауруханасының нарколог маманы Абукахар Шахиста, аудандық емхана психологы Гүлвира Маметова, сондай-ақ ішкі істер бөлімі мамандары қатысты. Жиында алғашқы баяндама отбасылық зорлық-зомбылық турасында болды. Тұрмыстық зорлық-зомбылық жасаған адамға жәбірленушімен бірге жер үйге, пәтерге немесе өзге де баспанада тұруға тыйым салынады. Құқысы бар. Мұндай құқық бұзушыға ықпал ету 30 тәулікке дейін қолданылады. Еліміздің балаға қатысты қылмыстар үшін жаза қатаңдатылды. Қылмыстық жауапкершілік кодексінің 99 өзгерістерге енгізілген. Енді кәмелетке толмаған балаларға өлтірсе немесе зәбір көрсетсе өмір бойы бас бостандығынан айырылады. Бұрын бұл баптар бойынша тек қана 20 жылға дейін ғана бас бостандығынан айырылатын. Қазіргі жаңа заң бойынша кеше 15-ші сәуір күні қолданылған, бұл жерде бас бостандығы өмір бойы. Сондай-ақ педофилге енді өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасы беріледі. Қылмыстық кодексінің 120-ші бабында бала зорлағаны үшін 20 жылға дейін соттау түрі ғана жазалар көрсетілетін алып тасталынып, 121-ші бабы бойынша кішкентай балаларға жыныстық сипатта зорлық-зомбылық жасаған өмір бойы бас бостандығы түрмеге тоғытылады. Қазір еліміздің кәмелетке толмаған балаларды сексуалдық сипатты тиіспеушілік жағдайда жиіленіп кетті. Алайда қолданыстағы заңда мұндай қылмыс үшін жауапкершілік жоқ. Соның салдарынан балалар құқығы қорғалмайды. Осыған байланысты қылмыстық кодексінің жаңа заңының жаңа бабы 121-ші прим 1 16 жасқа дейінгі балаларға сексуалдық сипатта тиісу деген бабы қосылды. Жиында бұдан бөлек қызметкерлер арасында діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу, есірткі заттарының адам денсаулығына зияндылығы, жол қозғалыс ережелерін сақтау, азаматтық қорғау органдары қызметкерлер арасында тәртіптің, заңдылықтың, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мәселелері сөз болды. Атап айтатын болсақ, 2024 жылы 2-ші ақпанда департаменттің кадр және тәрбие басқармасының жеке бап жөніндегі инспекция тобының қызметкерлері рейдтік іс-шара барысында Ордабасы ауданы 84 бөлімінің қызметін тексеру барысында 8-ші өрт сөндіру бөлімінің радиотелефонист азаматтық қорғау кіші сержанты Кененбаев кезекшілікке мас күйде келгендігі бойынша күдіктелу Түркістан қаласындағы медициналық куәландыруға телефон регистраторына қорытындыға сәйкес азаматтық қорғау кіші сержанты Кененбаевтың ішімдік ішкендігі туралы анықталып жұмыстан босатылды. Және қарамағындағы қызметкерге тиісті бақылау жасалмағаны үшін бөлім бастығына және тарау бастығына қатаң сөгістердің тәртіпті қолданылды. Айта кетейік, ағымдағы жылдың 24-26 маусым аралығында отбасындағы зорлық-зомбылыққа жол жоқ акциясы бастау алды. Акцияның мақсаты әйелдердің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға, сонымен қатар отбасындағы зорлық-зомбылықтың алдын алу және жолын кесу бойынша қабылданып жатқан шаралар туралы жұртшылыққа хабарлау, халықтың кең ауқымының аталған проблемаларға аудару, сондай-ақ азаматтардың полицияға сенімі деңгейін арттыру болып табылады. Жантөре Болсымұрат, Сұңқар Бакиров, Бағдат Қайратұлы, Арт ТВ жаңалықтары.